Әйел өзін сүймесе, әлем де оны сүймейді. Әйел нәзіктік пен мейірімнің, сұлулық пен сабырдың символы. Бірақ осының бәрі ең алдымен оның өзіне деген қарым-қатынасынан басталады. Егер әйел өзін бағаламаса, өзін жақсы көрмесе, ол сыртқы әлемнен де дәл сондай салқындық пен немқұрайлылықты сезінеді. Өйткені адам айналасына өз ішкі күйін көрсетеді. Өзін сүю бұл эгоизм емес. Бұл өзіңді құрметтеу, өз құндылығыңды түсіну. Көп әйелдер басқаларды бақытты ету үшін өзін ұмытып кетеді. Отбасы, балалар, жұмыс, бірақ ішкі жан дүниесі бос қалған адам ешкімге шынайы жылу бере алмайды. Себебі бос ыдыс ешқашан толтыра алмайды. Әйел өзін жақсы көре бастағанда оның өмірі өзгереді. Ол өзіне күтім жасайды, өз уақытын бағалайды, шекара қоя алады. Ол жоқ деп айтудан қорықпайды. Осындай ішкі сенімділік сыртқа да көрінеді, адамдар оны құрметтей бастайды, тыңдайды, бағалайды. Кейде әйел өзін сүюді ұмытып кетеді, себебі қоғам оған бәріне үлгеру керек, мінсіз болу керек деген талап қояды. Бірақ мінсіздік бұл иллюзия. Нағыз сұлулық табиғилықта, шынайылықта. Өзіңді барлық кемшілігіңмен қабылдау нағыз күш. Өзіңді сүю күн сайын жасалатын таңдау. Бұл таңертең айнаға қарап, өзіңе жылы сөз айту. Бұл шаршағанда демалу. Бұл өз армандарыңды кейінге қалдырмау. Бұл өзіңе мен маңыздымын деп айту. Әйел өзін жақсы көргенде, оның жүрегі тыныш болады. Ол қызғаныштан, қорқыныштан, сенімсіздіктен арылып, өмірге сеніммен қарайды. Осындай әйелдің энергиясы өзгеше болады, ол айналасына жарық шашады. Сондықтан, егер сен әлемнің сені жақсы көргенін қаласаң, алдымен өзіңнен баста. Өзіңді қабылда, кешір, бағала. Себебі сен бағалысың. Сен ерекше жаратылыссың. Өзіңді сүю бір күнде болатын нәрсе емес, ол күнделікті әдет пен ішкі таңдаулардан қалыптасады. Бұл эгоизм емес, бұл өзіңе құрметпен қарау. Міне, өзіңді сүюдің нақты жолдары. 1. Өзіңмен дұрыс сөйлесуді үйрен, ішкі даусың ең маңызды. Өзіңді мен істей алмаймын деп емес, мен үйреніп жатырмын деп қолда. Өзіңді қатты сынау сенімді өлтіреді. 2. Өз шекараңды қорға. Барлығына иә дей беру міндет емес. Қаламаған нәрсеге жоқ деп айту өзіңді сүюдің белгісі. Шаршататын адамдардан, жағдайлардан өзіңді қорға. 3. Демалуға рұқсат бер. Шаршау әлсіздік емес. Демалу қажеттілік. Өзіңе тынығуға, ұйықтауға, жалғыз қалуға уақыт бер. 4. Өз денеңе күтім жаса. Жай ғана сыртқы сұлулық емес, денсаулық маңызды. Дұрыс тамақ, су ішу, қозғалу, ұйқы. Денеңе құрметпен қара. 5. Өзіңді салыстырма. Басқалардың өмірі олардың жолы. Сенің жолың бөлек. Салыстыру ішкі тыныштықты бұзады. 6. Өзіңді кешір. Қателік өмірдің бөлігі. Өткенге өкпелеу емес, сабақ алу маңызды. Өзіңе жұмсақ бол. 7. Өзіңе уақыт бөл. Кітап оқу, серуендеу, музыка тыңдау, хобби, бұлар сені ішкі жағынан толтырады. 8. Арманыңды ұмытпа. Өзің үшін өмір сүру маңызды. Тек басқалар үшін емес, өз қалауың үшін де әрекет ет. Қысқасы, өзіңді сүю, өзіңді бағалау, қорғау және қабылдау.